Армысыз даналық жолындағы мәртебелі ханым. Мен бүгін сізге таңертеңгі мезгілде және күнделікті қалаған уақытыңызда қосылып айтып, тыңдап жүруге арналған дұға медитациясын ұсынғалы отырмын. Ниеттеніп, дайын болсаңыз, дұға медитациямызды бастаймыз. Я, жаратушы Аллам, мен сенің қамқорлығыңа өте мұқтажбын. Сенің мейірім махаббатыңа мұқтажбын. Сенің назарыңа мұқтажбын. Осы кезге дейін сен туралы аз ойлағаным үшін, сені аз есіме алғаным үшін кешірім сұраймын. Менің жанымның жайлылығы үшін мен сенен басқа ешкімге мұқтаж емес екенімді кеш болса да түсіндім. Менің жанымның жайлы болуы менің отбасыма және бар әлем үшін өте маңызды екенін түсіндім. Аллам, осы бағытқа қарай менің жүрек көзімді ашқаның үшін алғысым шексіз. Сен мені ешқашан назарыңнан тыс қалдырмағаныңды білемін. Ал мен пенделікке салынып, осы күнге дейін сен мені мейірім махаббатыңа бөлеп, өзің назарыңда ұстап келе жатқаныңа мән бермей, айналамдағы сенің маған берген нығметтеріңді байқаудан қалып бара жаттым. Мен сенің ұлы жаратылысың екенімді мойындадым. Мен сенің бір бөлігің екенімді мойындадым. Я Аллам, мен сенің назарыңды, қамқорлығыңды, маған деген мейірім махаббатыңды, бар нығметіңді әрбір секунд, әрбір минут, әрбір сағат сайын, әрбір сәттен сезіп куә болғым келеді. Менің бар отбасымның, ұрпағымның жүрегінде саған деген мейірім махаббат болғанын қалаймын. Я ұлы Алла, бізді өзің көрсеткен жолмен жүріп, өзіңнің бізге берген нығметтеріне куә болып, өзіңнің мейірім махаббатыңның нұрына бөленіп жүруді нәсіп ете көр. Я Аллам, бар әлемде бейбітшілік орнатуыңды сұраймын. Әлемде ешбір ана, ешбір бала қасірет шекпеуін сұраймын. Я Аллам, әр адамның жүрегіне өзіңе деген, әрбір адам баласына деген мейірім махаббат құйып қойшы. Айналасына деген мейірім махаббатпен түсінушілікке жүректерін толтырып, нұрландырып қоюыңды сұраймын. Аллам, мен анамның жатырында жатқанда мені қандай әлем күтіп тұрғанын білмедім. Мен жарық дүние есігін ашып көргенім ата-анам болғандықтан ата-анамды құдайымдай көрдім. Қазір мен өсіп жетілдім. Бұл әлемді жаратқан сен екеніңді білемін. Аллам, сенің бар екеніңді білемін. 17 мың ғаламды мейірім махаббатпен жаратқаныңды білемін. Менің және менің жақындарымның әрбір басқан қадамында, істеген ісінде сенің назарың, қолдауың, мейірім махаббатың болуына мұқтажбын. Бізді өзіңнің мейірім махаббатыңа бөлеп, назарыңнан тыс ете көрмеші Аллам. Сенің жаратқан әрбір пендеңмен, айналаммен, түсіністікпен, мейірім махаббатта болатын қарым қатынас бере көр Аллам. Ұлы Алла, мені және менің отбасымды
жақындарымды қолдап, қорғап, өз қанатыңның астына ала көр. Бар әлемдегі адам баласын қолдап, қорғай көр. Әрбір жанның жүрегіне мейірім, махаббат пен тыныштық, пайдалы ілім ұялата көр. Әрбір жанның санасын жақсы ойлармен толтырып, түсіністік бере көр. Қазіргі уақытта бұл өте маңызды болып тұр. Елімізді аман, жұртымызды тыныш ете көр. Бай, қуатты, бейбіт мемлекет ете көр, Аллам. Бір қолымен әлемді, бір қолымен бесікті тербететін әрбір ананың жүрегіне мейірім, махаббат толтырып, денсаулықтарын мықты етіп, 12 мүшелерін аман ете көр. Өз қамқорлығыңа алып, мейірім, махаббатыңды төге көр. Аллам, біз саған мұқтажбыз. Аллам, бізді қолдап, қоршай көр. Бүгінгі күнімізді сәттілікке толтырып, әр қадамымызды өз мейірім, махаббатыңмен нұрландырып, ризық несібемізді арттырып, өзің жүрегімізге құйып қойған мейірім, махаббатпен айналамызды нұрға бөлеп, әрбір ісімізді құлшына, ықыласпен, мейірім, махаббатпен істеуді нәсіп ете көр. Әрбір қадамымыздан, әрбір ісімізден өзің нәсіп еткен нығметтерді көруді нәсіп ете көр. Жүрегімізге, бір-бірімізге деген сүйіспеншілік пен мейірім, махаббатты толтырып қойшы, Аллам. Өзімізге, айналамызға пайдасын тигізетін жақсы ойлар сала көр. Айналамызда біздің рухани және материалдық деңгейде өсуімізге пайдасын тигізетін парасатты, дана жандармен қоршап қоя көр. Егер бізге зияны тиетін жандар болса, аман есен жақсылықта оларды бізден алыстата көр, және олардың жүректерін мейірім, махаббатқа толтырып, өз қанатыңның астына ала көр. Я Аллам, әрбір сәттен сенің нығметіңді көріп, жүрегімде тыныштық пен мейірім, махаббат болғанын қалаймын. Және сол мейірім, махаббат пен тыныштықты сенің жаратқан әрбір адам баласымен болған қатынаста нұр болып жарқырап тұрғанын қалаймын. Аллам, мені әйел заты үшін қажет күш-қуат пен құндылыққа, сенімділікке, қайсарлыққа, қабылдау қасиетіне, көркем мінезге, нәзіктікке, шешендікке, мейірім, махаббаттың нұрына толтыра көр. Бойымдағы өзің дарытқан мен үшін және әрбір адам баласы үшін пайдасы тиетін қасиеттерімді ашып арттыра көр. Өзің нәсіп еткен пайдалы ілімдерді қабылдауға жүрек көзімді ашып, бойыма сіңіре көр. Я Аллам, дұға тілектерімізді қабыл ете көр. Сен бізге берген өмірдің құндылығын білем. Бүгінгі күнімде сенің берген нығметіңе куә болып, жүрек үнін тыңдап, мейірім, махаббатымды нұр етіп шашып өткізуге ниет еттім. Осы күнім үшін, осы сәтім үшін, осындай дұға жасау мүмкіндігім үшін алғысым шексіз. Әр адамның жүрегіне жылулық сыйлар сөздер айтып, айналама нұрымды, мейірім, махаббатымды шашып жүруге ниет еттім, Аллам.
сенің біз арқылы өткізетін осы нұрыңның тасымалдаушысы болғаның үшін шүкір, Алла. Аллам, мен сенің назарыңа, мейірім махаббатыңа мұқтажбын. Маған мейірім махаббатыңды төгіп, қамқорлығың ала көр. Дұға тілектерімізді қабыл ете көр. Аумин.